Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Сіздерге естіліп тұрған болса, бізге белгі беріп кетіңіздер чатқа жазып. Сіздер белгі бергеннен кейін бастайтын боламыз. Сәлеметсіздер ме? Иә, маған барлығы естіліп тұр. Жақсы. Бізде толық қатысушы әлі кірген жоқ. Дегенмен де уақыт тығыздығына байланысты біз бастай береміз. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі кездесуіміздің негізгі мақсаты аудандық оқу әдістемелік құралмен сіздерді және басқа да қатысушыларды таныстыру. Бүгін біз сіздермен Zoom платформасы арқылы аудандық деңгейде бас қосып отырмыз. Алдымен баршаңызға уақыт бөліп, онлайн жиналысқа қатысқандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Біз бүгінгі таныстырылым барысында әдістемелік құралдың ерекшеліктерімен, практикалық маңызымен және күнделікті тәжірибеде қолдану мүмкіндіктерімен толық танысатын боламыз. Кездесу соңында сұрақ-жауаптармен алмасып, ұсыныс пікірлерді тыңдауға дайынбыз. Олай болса, құрметті әріптестер, мен сіздерді бағдарламамен таныстырып өтейін. Номері 51-ші орта мектеп ағылшын тілі пәні мұғалімі Дәулет Айбота Бірлікқызы. Номері 40-ші орта мектеп ағылшын тілі пәні мұғалімі Құдабаева Ұлдана Бақтыбайқызы. Әліпбай Әйгерім Болатқызы ағылшын тілі пәні мұғалімі, номер 51-ші орта мектептің педагогы. Биманова Алтынай Режапбаевна 9-ші орта мектеп ағылшын тілі пәні мұғалімі. Малибаева Самал Сәрсенбаева 4-ші 40-ші орта мектеп мұғалімі, қазақ және әдебиет пәні мұғалімі. Жүсіпова Гүлзада 40-ші орта мектеп, қазақ тілі және әдебиет пәні мұғалімі. Олай болса, құрметті әріптестер, осы кезекпен сіздерге рұқсат әдістемелік құралдарыңызды тәжірибе таратуға. Олай болса, сіздерге сәттілік тілейміз. Рахмет. Дәулет Айбота Бірлікқызы. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Есімім Дәулет Айбота Бірлікқызы, 51-ші орта мектептің ағылшын тілі пәні мұғалімімін. Оқу әдістемелік құралының тақырыбы Collection of Texts and Tasks to Foster the Development of Critical Thinking Skills, яғни сыни ойлау дағдысын дамыту үшін арналған мәтіндер мен тапсырмалар жинағы. Жалпы оқу әдістемелік арналған әдістемелік құралының өзектілігі, яғни қазіргі таңда білім саласында ең қажетті талаптың бірі ол баланың сыни тұрғыдан ойлауы, яғни оқушы ақпарат талдап, оны бағалай алуы тиіс. Және ағылшын тілі сабағында ойлау бағытталған тапсырмалар қажеттілігі артып отыр. Құралдың мақсаттары, яғни ең бірінші мақсаты ол оқушылардың сыни ойлау дағдысын дамыту. Ал қосымша мақсаттары, яғни оның ішінде логикалық ойлау, өз пікірін дәлелдеу, коммуникативті қабілетті қалыптастыру. Жалпы міндеттеріне келетін болсақ, мәтінді талдап үйрету, себеп салдарлық байланыс орнату және бағалау, қорытынды жасау, шығармашылық ойлауын дамыту. Құралдың жаңашылдығы, яғни бұл оқу әдістемелік құралда мен көбінесе ашық сұрақтарды қолдандым. Оларда дайын жауап жоқ, яғни бала мәтінді оқып отырған кезде өзі ойланып отырып, сыни тұрғыдан сұрақтарға жауап беруі тиіс. Тапсырмалар, шығармашылық тапсырмалар бар. Және сабақ үстінде қосымша тапсырма ретінде оқушының белсенділігін арттырады. Құралдың құрылымы, яғни құрал қысқа мәтіндер мен әңгімелерден тұрады. Әр мәтінге арналған тапсырмалар бар, сұрақ-жауап жүйесі, рефлексия, қорытындыдан құралады. Жалпы міне осы менің оқу әдістемелік құралымның сырты. Оның ішінде осылай 5, 6, 7, 8, 9 сыныптарға арналған 16 мәтін, қысқаша әңгімелер, тапсырмалармен жасалынған.
соның ішінде жаттығулардың жалпы жүйесінде мысалы мен осы жүйені қостым, яғни what do you think the story is about, what would you do if you were a mouse деп pre-readingге қатысты осындай сұрақтар қойылады. Do you agree or disagree, how would you end the story деген сияқты post-readingге қатысты сұрақтар тапсырмалар беріледі. While readingға, яғни тапсырма барысында мәтінді оқып отырып олар true false тапсырмаларын орындайды. Find the correct word from the text, arrange sentence in order деген сияқты тапсырма барысында орындайтын тапсырмалар бар. Және reflectionға what did you learn from the story, how can you use in real life деген сияқты. Яғни балалар әр мәтінді оқып отырып, осындай әр мәтінге қатысты жүйелі тапсырмалар орындайды. Бұл тапсырмалар баланың сыни ойлау дағдысын қалыптастыруға көмектеседі. Қорытындылай келе ұсынып отырған әдістемелік құрал оқушылардың тек мәтінді түсінумен шектелмей, оны талдай алатын, салыстыратын, өз ойын дәлелдеп, саналы шешім қабылдайтын тұлға ретінде қалыптастыруына бағытталған. Сыни тұрғыдан ойлау негізделген тапсырмалар оқушының белсенділігін арттырып, ағылшын тілі сабағын ойлау мен пікір алмасу алаңына айналдырады. Яғни сабақта тек қана сабақтың жоспарымен ғана емес, қосымша тапсырма ретінде осылай беруге болады. Бұл құрал қазіргі білім беру талаптарына сай келіп, мұғалімнің жұмысын жеңілдетумен қатар, оқушының танымдық қызығушылығын арттыруға мүмкіндік береді. Назарларыңызға рахмет. Егер сұрақтарыңыз болса, қоя беріңіздер. Барлығы түсінікті, рахмет. Жақсы, сау болыңыздар. Онда келесі әріптесіміз 40-шы орта мектеп. Демонстрация жасап, слайдыңызды шығара берсеңіз болады. Ама Құдапаева Ұлдана апай. Ол кісі әлі кірмесе, келесі дайын әріптесіміз бар ма? Сонда демонстрация қай жерінде тұр, ренжімесеңіз айтып жібересіз бе? Поделиться деп тұр, стрелка тұр ғой, жоғарыға қарай жасыл. Соны бассаңыз, расширение дегенге кіресіз, сол жерден PowerPoint тауып аласыз. Алты мұғалім үлгеруіміз керек, әріптестер. Расширение деп тұр, PowerPoint дегенді бассаңыз, слайдыңыз ашылу керек, сол жерден таңдап аласыз. Рабочий столда ма, қай жақта сақтағаныңызды тауып аласыз. Болмай жатыр ма? Құдабаев Ұлдана деген апай бар ма? Расширение жазсам, мүлде жаңағы не шықпай жатыр ғой, слайд. Расширение жасайсыз да, PowerPoint деп тұр ғой, ортасында соны бассаңыз. Менікі көрініп тұр ма? Болды, енді шықты. Әріптестер 5 минуттан, я? Үлгермей қаламыз. Көрініп тұр ма? Көрінді, я. Көрінді, иә. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, менің есімім Әліпбай Әйгерім Болатқызы, 53-ші орта мектебінің ағылшын тіл пәні мұғалімі боламын. Менің әдістемелік құралымның тақырыбы ағылшын тілінде сөйлеу дағдыларын жетілдірудің тиімді әдістері.
Бұл әдістемелік құралдың мақсаты ағылшын тіл сабақтарында оқушылардың сөйлеу дағдыларын жетілдіруге бағытталған тиімді әдіс тәсілдерді жүйелеу және де мұғалімдерге практикалық көмек көрсету. Әдістемеліктің өзектілігі қазіргі білім беру саясаты жаңартылған оқу бағдарламасына негізделген білесіздер, және де бұл құзыреттілікке бағытталған оқытуға ерекше мән береді. Яғни ағылшын тілін дәстүрлі грамматикалық тәсілмен шектемей, жаңа технологияларды пайдаланып, оқушыларды шынайы қарым-қатынасқа енгізетін заманауи әдіс тәсілдерді қолдану. Бұл ұсынылып отырған әдістемелік құрал, яғни сөйлеу дағдыларын дамытудың заманауи әдістері, рөлдік ойындар, пікірталас, жобалық жұмыстар үлгілері, цифрлық білім беру технологияларын пайдалану жолдары және де мұғалімге арналған практикалық ұсыныстар берілген. Осының ішінде мен бізде жаңағы ағылшын тілін оқушыларға сөйлеу дағдысын дамытуда кездесетін қиындықтарды алдым. Яғни бізде қандай қиындықтар кездеседі? Сөздік қорының аздығы, қате айтудан қорқу, ұялшақтық, сенімсіздік және де грамматиканы қолдануда қиындық тудырады. Осыларды дамытуда мен алдым тиімді әдіс тәсілдер деп, яғни рөлдік ойындар, жұптық, топтық жұмыстар, пікірталас, listening, speaking, яғни тыңдау және сөйлеу, одан кейін ойын арқылы үйрету. Бұл тәсілдер бізге нені үйретеді? Яғни диалогтік оқытуды пайдаланатын болса, оқушылардың жаңа күнделікті қарым-қатынас дағдыларын қалыптастырады. Рөлдік ойындар шынайы өмірлік жағдаяттарды сахналау арқылы сөйлеу қабілетін дамытады. Пікірталас және дебат әдісі оқушыны еркін ой айтуға, өз пікірін дәлелдеуге үйретеді. Storytelling қиялды дамытып, сөйлеу мәдениетін жетілдіреді. Осындай әдістерді алдым және де жаңа заманауи технологияларды пайдаланып, біз жаңа Kahoot ойындары арқылы, Quizlet, Omega платформалары арқылы, ойын арқылы жаңа оқушылардың сөйлеу дағдыларын дамытуға болады. Және қорытынды ұсынылып отырған әдістемелік құрал ағылшын тілі мұғалімдеріне сабақ үстінде де, сабақтан тыс жұмыстарда да тиімді қолданыс болып табылады. Ол оқушылардың тілдік ортада еркін сөйлеуіне, сыни тұрғыдан ойлануына және мәдениетаралық қарым-қатынас жасауына жағдай жасайды. Сұрақтарыңыз болса, қоя тұрсаңыздар болады. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз жоқ болса, келесі әріптес. Келесі дайын әріптесіміз бар ма екен? Поделиться деген жерден слайдыңыз қоса бересіз. Дауысыңыз естілмей жатыр. Дауысым естіліп тұр ма? Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Я естіліп тұр. Дауысыңыз кішкене ақырын шығып тұр. Ақырын шығып тұр. Жақсы. Демонстрация экрана бересіз бе? Поделиться деген жерге басып, сол жерден кіре берсеңіз болады. Поделиться дейсіз. Расширение деген жерден PowerPoint деген таңдап аласыз. Рабочий столға да сақтай бердім, сол жерден кіре алмаймын ба? Сол жерден. Иә, расширение дейсіз да, PowerPoint деп таңдайсыз да, сол жерден шығады рабочий столға сақтағаныңыз. Оқып айта беруге болмайды ма? Информативтер етіп келмеген қасыма. Зумға біраз болды кірмегенімізге ұмытып қалыппыз. Слайдыңыз дайын болмаса, онда айта беріңіз. Слайдты негізі жүктеп қойған ғой. Бумажный бар, оқып берсем болмайды. Онда келесі әріптесім кіре берсін, мен қазір. Иә, дайын әріптесіміз онда. Хорошо, жақсы, рахмет.
Онда мен бастайын, апай, Мөлдір апай, Бименова Алтынай. Алтынай апай, сіз қазір сіз емес па қорғаған Бименова Алтынай? Жоқ, мен енді күтіп тұрмын кезегімді. Жақсы, қорғай беріңіз. Сіз осы не слайд болған еді деп жатқан ғой жаңа? Жоқ, менен бұрынғы Әйгерім апай қорғады. Елу үшінші мектеп қорғадым, апай. Жақсы. Мен 9. Апай, бастай берейін, иә мен? Иә, бастай беріңіз. Жақсы. Okay, good afternoon, my dear colleagues. I'm a teacher from school number 9, and my name is Bimenova Алтынай. My methodological guide is using cartoons and animation for English teachers. So I'm gonna present now my job. So let's start. There is a methodological guide for educators and learning specialists. So in my work, there is 4 parts, at four chapters. At first chapter, there is more theoretical framework and relevance. So our primary goal is to enhance linguistic competence by embracing the innovative entertainment. Entertainment approach. So this approach marriage education with entertainment, making learning English. So there is 3 steps by lowering the affective filter, multimodality, and the holistic approach. So next one, there is the main part at chapter number 2. There is 3 stages of previewing and while viewing and post viewing. So previewing, it means there is more activities focused on vocabulary action, removing linguistic barriers, and encouraging plot prediction. How can it be? And build anticipation. While viewing, it's a main part of viewing. For example, if you take any animation or any cartoon, their students engage in active listening. They are listening, they are watching, utilize freeze frame techniques, and identify communicative context within the animation. And the last one, it's a post viewing, when we discuss the video, when we predict how it can be, and we learned there many information, and we took from this video many new words. So the next one is chapter number 3. There is digital integration. Nowadays it's very popular and very useful, artificial intelligence, where we can create any animation, for example, any cartoon movie maybe. So there deeper foresting with students. For example, there is Canva and storyboard, where we utilize these platforms for students platforms more. You can use more how to say, more comfortable, and it can design they can design their comics, for example, their illustrated stories, and etc. And second one, it's gamification. It's very interesting for any sphere gamification. For example, if you for example, for us, we are, as a teacher, if we use in our lessons any games, it will be for any students very interesting and engaging. So from this step, the transformation role from AI, I divided in
three sections. The first one, personalized content. Second one is creative scaffolding, and the third one, it's a student as a creator. At first one, AI can generate alternative script and the personalized quizzes, creating individual learning styles and pieces. The next one is a creative scaffolding. As I said before, it's here students can generate AI acts and powerful scaffolding tool for creative writing, helping students overcome writer's block and explore a new narrative possibilities. And the last one, it's ultimately AI empowers students become more creator, can take more ownership and learning very useful. And the last one, it's chapter 4. There is a practical case. For example, we took the cartoon Inside Out. As you know, it's Головоломка. There are so many, for example, feelings, as we know. It can be sadness, it can be joy, it can be anger, it can be fear, disgust. At first step, we learn more vocabulary, how it's pronounced, how it's translated. At second section, we watch the movie and listen carefully and predict. And at the last step, we discuss. And from the exploring this movie, this cartoon, students can take more information, new words, and developing emotional literacy. So thank you for watching. I think it's very interesting guide. So if you have any question, you can give. Жақсы, сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ жоқ. Түсінікті. Келесі онда әріптесімізде 10 минут уақытыңыз қалды. 5 минут, 5 минут. Маған 40-шы мектеп маған беріңізші демонстрация. Поделиться деп кіре бересіз апай. Апайлар, уақытымыз жетпейді. Жылдам. Экран көрініп тұр ма сіздерге? Көрініп тұр, иә. Сәлеметсіздер ме? Мен 40-шы орта мектептің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Жүсіпова Гүлзада Тубасиевна. Менің ұсынып отырған әдістемелік бағдарламам әдебиет пәні негізінде оқушылардың сыни ойлау шығармашылық дамыту арқылы функционалды сауаттылық дағдыларын қалыптастыру. Жалпы білім беретін мектептердің 8 сынып оқушыларына арналған бағдарлама, аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат. Бағдарламаның жалпы мақсаты пәнді оқыту негізінде оқушылардың сыни ойлау шығармашылық коммуникативтік құзыреттілік дағдыларын тереңдете дамытып, функционалды сауаттылығын қалыптастыру болып табылады. Бағдарламаның жалпы міндеттері оқушыларды әдеби шығарма мәтіндерімен нәтижелі жұмыс істеуге дағдыландыру, әр оқушының өзіндік психологиялық тұлғалық ерекшеліктеріне сәйкес танымдық тапсырмалармен жұмыс істеуіне мүмкіндік тудыру, құзыреттілік шығармашылық сыни ойлау талаптарына сай жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру болып табылады, және де мәтінмен жан-жақты жұмыс істеу әдістерін меңгерту, мәтіндердегі ақпаратпен жұмыс істеу тәсілдерін игертіп, ақпараттық құзыреттілігін арттыру, ортаға бейімделу шаршы топтағы дискурске қатысты білім көзін, коммуникативтік құзыреттілігін көрсету және пән материалын зерттей отырып, меңгерудің тиімді әрі белсенді әдістермен өнімді жұмыс істеу іскерлігін жетілдіру. Және 8-ші міндеті бұл жерде зерттей отырып, оқыту үдерісін жүзеге асыру барысында оқушылардың шығармашылық ізденісін ұштау болып табылады.
Жалпы менің бағдарламамның өзектілігі оқушылардың мәтін, ой, сөйлем, әр сөздің мазмұнын қабылдау және олардың ерекшелігіне назар аударып, сыни тұрғыдан ойлайтын тұлға ретінде қалыптасуына бұл бағдарлама ықпал етеді деп ойлаймын. Сонымен қатар пәндік материалды меңгеруде туындайтын проблемаларды анықтауына, білім көзін сапалы меңгеріп, қажеттілікке сай қолданып үйренуіне жағдай тудырады. Менің бағдарламамның жаңалығы оқушылар әдебиет пәнінде, яғни материалдарын меңгеру арқылы ақпараттар мазмұнын уақыт тұрғысынан танымдық деңгейде жан-жақты талдап, білім көзін тәжірибе мен жағдаяттар негізінде меңгеруге бағдар алады. Сонымен қатар заманауи көзқарастарын өміршең ұлттық құндылықтармен толықтырып, функционалды белсенділіктері арттыруға зор мүмкіндік қарастырылған бұл бағдарламада. Күтілетін нәтиже: оқушылар әдеби шығарма мәтіндерімен нәтижелі жұмыс істеуге дағдыланады. Әр оқушының өзіндік психологиялық, тұлғалық ерекшелігіне сәйкес танымдық тапсырмалармен жұмыс істеу, өзіндік ізденіспен дамыта отырып тапсырмалар беріледі және құзыреттілік, шығармашылық, сыни ойлау талаптарына сай жұмыс істеу дағдыларына қалыптастырып, жүйелі жұмыс алгоритмін меңгереді. Мәтінмен және жан-жақты жұмыс барысында мазмұнды, нәтижелі жұмыс жасауға машықтанады. Ары қарай оқи берейін ба, или жаңа уақытымыз шектеулі ма? Уақытымыз апай шектеулі. Қорытындыласаңыз болады. Жалпы бағдарламаның мазмұны осындай: әдебиет пәні негізінде жалпы оқушылардың сыни ойлау шығармашылығын дамыту мақсатында құрастырылған бағдарлама. Назарларыңызға рахмет. Жақсы апай, рахмет. Келесі әріптесіміз. Сәлеметсіздер ме? Уақытымыз Маған бересіз өтті, ба? апай. Демонстрацияға неге кіре бересіз? Поделиться дейсіз да, сол жерден кіре бересіз апай. Поделиться, расширение, PowerPoint деп тауып аласыз. Жақсы. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, құрметті комиссия мүшелері? Мен Айнабекова Толқын Ануаровна, 7-ші орта мектебінің қазақ тілі және әдебиет пәні мұғалімімін. Әдістемелік құралым сырты осылай: қазақ тілі пәні бойынша оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту. Өзектілігі: оқушылардың коммуникативтік құзыреттілігін, яғни тілдік дағдыларын дамыту. Өзге ұлт өкілдеріне екінші тілді меңгерту кезінде коммуникативтік, яғни қатысымдық әдісті қолданудың тиімділігін ұсыну. Және оқушыларды бастауыш деңгейде сөйлету, ауызекі сөйлеу тілдерін қалыптастыру. Мақсаты: өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін тілдік дағдыларға негіздей отырып меңгерту. Кешіріңіз апай, слайдыңыз көрінбей тұр. Тағы бір рет басасыз ба жаңа? Көрінбей тұр ма? Иә. Поделиться жасадым ғой. Қазір Экран болу үшін екі рет басыңызшы слайдыңызды. шықты ма? Иә, енді Менде экранда жалғастырайық. шықты ма? Жақсы. Былай көрсетіп отырайын, толық көрініп отыр ма? Міне мынау сырты, өзектілігін айттым. Мақсаты: өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін тілдік дағдыларға негіздей отырып меңгерту. Міндеттері: оқушыларды отбасы, кәсіби сала, әлеуметтік тұрмыстық салада, әлеуметтік мәдени салада, елтаным салалар бойынша берілген ақпаратты түсіну. Сөйлеу әдебін пайдалана отырып отбасын таныстыру, өзі жайлы мәлімет беру, коммуникативтік қарым-қатынаста ресми және бейресми жағдайда ұтымды қолдана білуге бейімдеу. Күтілетін нәтиже: өзге ұлт өкілді оқушылардың тілдік дағдыларын жетілдіріп, қазақ тілін еркін меңгеруіне ықпал ету. Курс барысында жүргізілетін жұмыстардың нәтижесінде оқушылар тыңдалым, оқылым, айтылым және жазылым дағдылары дами түседі деп үміттенемін. Курс бойынша оқушының білуі керегі: аудио құралдарды, оқытушының көмегімен оқылған мәтіндерді тыңдау және түсіне отырып тыңдау. Оқылым дағдысы бойынша күрделі сөздерді, сөз тіркестерін, ондағы қазақ тілінің төл дыбыстарын, мәтінді дұрыс оқу. Айтылым дағдысы бойынша әдістемелік құралда қамтылған тақырыптар бойынша сөйлей білу, өзгелермен сөйлесу, қарапайым сұрақтарға жауап беру. Жазылым дағдысы бойынша жаңағы мәтін бойынша тапсырмаларды орындап, өзі туралы мәліметті жаза біледі.
Әдістемелік құрал бойынша оқушының игеруі керек. Тыңдау барысында қысқа мәтіндегі негізді ойды түсіну, не туралы екенін ұғу. Айтылым дағдысы бойынша өзі туралы ақпарат бере алады. Қоғамдық орындарда ауызекі сөйлесу дәрежесіне қол жеткізе алады. Оқылымда мәтіндегі түрлі әдістерді пайдалана отырып, мәтіндерді оқиды, іштей оқиды, дауыстап оқиды, шапшаң оқиды. Және сол тақырыптар бойынша қатесіз жазады, диалогтар жазады, өзінің туған жері туралы қысқаша мәтін жаза алады. Мынау енді сол ішінен мысал келтірген, адам шынайы өмірде қарым-қатынасты жүзеге асыру үшін өзінің 9% жазуға, 16% оқуға, 30% сөйлесуге, 45% сөйлеуді қабылдауға жұмсайды екен. Сондықтан енді осы оқушыларды сол тыңдауға бейімдеу үшін тапсырмаларымызды соған икемдеп балалардың қабылдауларына қарай тапсырмалар берілген құралда. Әдістемені жүргізу формасы танымдық сабақ, аралас сабақ, жарыс сабақ, дәстүрлі сабақ, аптасына 1 рет, жылына 4 сағат. Күнтізбелік жоспар, орта мерзімді жоспар, тыңдалым, жазылым әрекеттерінің маңызы және тапсырмалар, мәтін үлгілері берілген. Қолданылған әдебиеттердің тізімі берілген. Мына жерде сіздерге арнап QR жасадым. Осы QR-ға кірсеңіздер, әдістемелік құралдың толық нұсқасын көре аласыздар. Ал егер мына сілтеме бойынша кірсеңіздер, Google дискіде менің парақшамда толық әдістемелік құрал тұр. Әдістемелік құралды білім беру үдерісінде көмекші құрал ретінде ұсынамын. Және оқу тәрбие жұмысын жетілдіруде өз үлесін қосады деп үміттенемін. Назарларыңызға рахмет. Жақсы апай, рахмет. Құдабаева Ұлдан апай бар ма? Ол кісі кірмепті, иә. Жақсы, сонда уақытымыз аяқталуына байланысты мен конференцияны жабамын, записьті сақтаймын. Рахмет сіздерге. Рахмет, сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.